Ұлттық қауіпсіздік комитеті жыл басынан бері есірткіге қарсы 79 операцияны жүзеге асырды. Оның ішінде бірқатар операциялар Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Индонезия, ақш және Австралияның құзыретті органдарымен бірге жүргізілді. 14 халықаралық және 19 өңірлік есірткі трафиктерінің арналары жойылды. Заңсыз айналымнан 671 келіден астам психотроптық заттар, оның ішінде 176 ЛСД және МДМА таблеткалары, 11 келі героин, 57,8 келі апиын, 164,6 келі гашиш, 590 келіден аса марихуана, 100 метадон таблеткалары, 21 тоннадан астам көкнар шикізаты, сондай-ақ 44,8 тонна химиялық реагенттер алынды. Психотроптық заттар өндіретін 17 ірі жасырын цехтың жұмысы тоқтатылды. 440 келі синтетика тәркіленді. Тек соңғы айда 3 халықаралық және 2 өңірлік есірткі арналарының жолы кесілді. Бір есірткі зертханасы жойылды. Заңсыз айналымнан 368,8 келі есірткі және 500 келі химиялық прекурсорлар тәркіленді.